Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге тез әрі дәмді болып шығатын яблочный пирогтың рецебімен бөліскім келіп отыр. Ең біріншіден бізге бөлме температурасындағы жылы сары май және қантымызды миксерлеп аламыз. Үстінен жұмыртқаларды қосып, тағы бір миксерлеп аламыз. Ал дайын болғаннан кейін үстіне ситадан ұнды өткізіп, бір кішкентай қасық қопсытқышымызды саламыз. Барлығын араластырып, үстінен туралған алмаларымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және духовкада 180 градуста 30-40 минутта пісіреміз. Осылай пирогымыз тез дайын болады. Ең бірінші жасап жатқандарда міндетті түрде шығады деген ойдамын. Егер жасап көрсеңіздер, маған қалай болғанын жазып жіберіңіздер. Ал ас болсын, осындай тез дайындалатын пирогпен бірге шай ішіп алыңыздар.